Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжі экономикалық талдау және қаржы есептілігін талдау пәні бойынша арнайы экономикалық пәндер оқытушысы Байшымыров Досжан Жанболатовичтің есеп және аудит мамандығының 3-ші курс білім алушыларына арналған видео сабақ. Сабағымыздың бүгінгі тақырыбы кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың әдістері және мақсаттары. Сабағымыздың мақсаты білімділік кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың маңызын анықтау, дамытушылық кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудың басты мақсаттарын үйрену, тәрбиелік болашақ маман ретінде кез келген ұйымның қаржылық жағдайын адал талдау әдістерін қарастыру. Нарық қатынасы жағдайында кәсіпорынның қызметі және оның дамуы көбінде өзін-өзі қаржыландырумен, яғни меншікті капиталдың көмегімен жүзеге асырылады. Тек меншікті капитал жетпегенде ғана шеттен капитал тартылады. Бұл кезде кәсіпорынның сырттан тартылған капиталдан қаржылық тәуелсіздігі аса маңызды орын алады. Активтердің қорландырылу көздерін талдау кезінде меншікті және қатыстырылған капиталдың көрсетілген көлемі белгіленіп, есеп беру кезеңіндегі олардың өзгеру себептері анықталып, оларға баға беріледі. Бұл өз кезегінде меншіктегі капиталға басты назар аударады, себебі өз қаражаттарының қоры болуы оның қаржылық тұрақтылығының барлығын көрсетеді. Меншікті капиталдың көлемін ғана анықтап қоймай, сонымен бірге капиталдың жалпы сомасындағы оның үлес салмағын да анықтау маңызды. Бұл көрсеткіш арнайы әдебиеттерде әртүрлі атпен беріледі. Мысалға айтатын болсақ, тәуелсіздік коэффициенті, автономдық коэффициенті және тағы да басқалар. Бірақ оның мәні бір ғана. Бұл коэффициентке қарап кәсіпорын сырттан тартылған қаржыдан қаншалықты тәуелсіз екендігін және өз қаражатын қаншалықты ерікті түрде пайдалана алатынын көруге болады. Мысал ретінде бірнеше формулаларды қарастырып көрелік. Соның біріншісі бұл тәуелсіздік коэффициенті. Тәуелсіздік коэффициентін меншікті капиталды барлық авансталған капиталға бөлу арқылы анықтайды. Бұл коэффициенттің өсуі кәсіпорынның қаржылық тәуелсіздігі жоғары екендігін көрсетсе, алдағы уақытта қаржылық қиындықтардың азаятындығын көрсетеді. Жоғарыда келтірілген меншікті коэффициент 0,5-0,6 деңгейінде шектеуді орындау қарызға берушілер үшін ғана емес, кәсіпорынның өзіне де маңызды. Сондықтан талдаушыға қаражат көздерін орналастырудың тиімділігін белгілеуге мүмкіндік беретін құрылымына зерттеу жүргізіп баға беру қажет. Тәуелсіздік коэффициентіне кері көрсеткіш бұл тәуелділік коэффициенті. Аталған коэффициентті табуымыз үшін біздерге сырттан тартылған қарыз капиталын авансталған капитал, яғни баланс валютасының жиынына бөлеміз. Бұл коэффициент авансталған капиталдың жалпы сомасындағы қарыздың үлесін сипаттайды. Бұл үлес жоғары болған сайын кәсіпорынның сыртқы қаржыландыру көздерінен тәуелділігі жоғарылайды. Келесі, кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығын сипаттайтын меншікті капиталдың қатыстырылған капиталға қатынасын көрсететін қаржыландыру коэффициенті болып табылады. Аталған формула алдарыңызда тұр. Бұл коэффициент жоғары болған сайын банктер мен инвесторлар қаржыландыруға сенімді түрде кіріседі. Бұл коэффициент кәсіпорын қызметінің қандай бөлігі өз қаражатымен, ал қандай бөлігі қарыз қаражатымен қаржыландырылатынын көрсетеді. Қаржыландыру коэффициенті бірден кіші болатын жағдайда кәсіпорын мүлкінің көп бөлігі қарыз қаражатымен қалыптасқан деген сөз, төлем қабілеттілігінің өте қауіпті жағдайға жеткендігін және несие алуды қиындатқанын көрсетеді. Батыс фирмаларында қаржыландыру коэффициентінің кері көрсеткіші кеңінен қолданылады. Бұл қарыз және меншікті қаражаттар қатынасының коэффициенті. Аталған коэффициентті табуымыз үшін сырттан тартылған капиталды меншікті капиталға бөлеміз. Бұл коэффициент кәсіпорын активтеріне салынған меншікті қаражаттың әрбір теңгесіне қанша қарыз қаражатын тартқанын көрсетеді. Кәсіпорынның тәуелсіздік дәрежесін сипаттайтын ең бір маңызды көрсеткіштердің бірі қаржылық тұрақтылық коэффициенті болып табылады. Немесе оны басқаша инвестицияларды өтеу коэффициенті деп атап жатады. Ол меншікті және ұзақ мерзімді қарыз капиталының жалпы авансталған капиталдағы үлесін сипаттайды және мына формуламен анықталады. Яғни, меншікті капиталға ұзақ мерзімді міндеттемелерді қосып, авансталған капиталға бөлеміз. Батыс тәжірибесінде бұл коэффициенттің қалыпты мәні 0,9-ға тең болуы керек, ал оның 0,75-тен төмендеуі қауіпті деп саналады. Кәсіпорын капиталының құрылымын сипаттай отырып, бөлек топтар мен көздерінің құрылымының өзгерісіндегі әртүрлі тенденцияларды көрсететін жеке көрсеткіштерді де пайдалану керек. Мұндай коэффициенттерге бірінші кезекте қарыз қаражаттарын ұзақ мерзімге тарту коэффициенті жатады. Ол ұзақ мерзімді міндеттемелердің меншікті капитал мен ұзақ мерзімді міндеттемелердің сомасына қатынасымен анықталады. Көрсеткішті есептеу формуласы келесідей.
яғни ұзақ мерзімді міндеттемелерді бөлеміз меншікті капитал мен ұзақ мерзімді міндеттемелердің қосындысына. Бұл коэффициент қаржылық есеп берудің активтерін қаржыландыру үшін меншікті капиталмен қатар сырттан тартылған ұзақ мерзімді несиелер мен қарыздардың үлесін көрсетеді. Кәсіпорын өндірісті жаңарту мен кеңейту үшін қарыз қаражаттарын қаншалықты интенсивті пайдаланып жатқанына баға береді. Үйге тапсырма кәсіпорынның қаржылық жағдайын талдаудағы меншікті айналым капиталы коэффициенті, жұмсау коэффициенті, тауарлы материалдық қорлардың қамтамасыз етілу коэффициенті, дебиторлық және кредиторлық борыштың арақатынасы коэффициенті формулалары мен қолданылу мақсатын тауып жазу.